Ассалаумағалейкум. Бүгін біз көбісінде кездесіп жататын нотариус арқылы қойылған арест бойынша атқарушылық жазбаны қалай жеке сот орындаушысынан аламыз, және де арестімізді шешу үшін нотариуске қалай қарсылық жазамыз, толыққанды осы видеода көрсететін боламын. Соңына дейін қараңыздар. Пайдалы болса, достарыңызға таратып, арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші осылай реестр должниковқа кіреміз. Осылай реестр должниковтың бастапқы беті ашылады. Осы жерге индеріңізді тересіздер де төменгі жағында найти деген батырманы басасыздар. Осылай барлық сіздердің аресттеріңіз шығады. Соның мысалы кез келген біреуіне кіресіз. Яғни біріншісіне кіріп көрейін мен осы жерде. Мінекей осындай бет ашылады. Бұл жерде сол арестіңіз бойынша бүкіл данныйлар берілетін болады. Мысалы жоғары жағында ең бірінші қатарда орган деген жерде нотариальная палата деп тұр. Яғни бұл нені білдіреді? Сіздің арестіңіз нотариус арқылы қойылғанын білдіреді. Одан басқа сот арқылы деп тұруы мүмкін, немесе ДВД деп тұруы мүмкін. Ондай жағдайда ол аресттердің шешілу жолы бұл видеодағыдан кішкене өзгешерек болады. Үшінші қатарда міне должник деп тұр. Бұл жерде арест қойылған адамның аты жөні көрсетілетін болады. Төменгі жағында взыскатель деген жерде сізге қай организация арқылы арест қойылды. Мысалы, мына жерде коллекторское агентство эксперт плюс деп көрсетіліп тұр. Толыққанды сіздерге көрсете алмаймын, ютубтың ережелеріне байланысты. Одан кейін төменгі қатарда сумма взысканий деп тұр. Бұл жерде сіздің қанша теңге қарыз екеніңіз көрсетеді. Сосын міне судебный исполнитель деген жерде, осы жерде жеке сот орындаушының аты жөні және қай облысқа қатысты екені толыққанды көрсетілетін болады. Төменгі жағында контактный данные судебный исполнителя деген жерден біз осы жеке сот орындаушысының электронный почтасын, телефон номерін алып хабарласуымызға болады. Дәл қазір біз осы электронный почтасын аламыз да осыған атқарушылық жазбаны алу үшін өтініш жазатын боламыз. Төменгі жағында ход производства деген жерден на исполнение деп тұрады. И төменгі жағында яғни қанша сома қарыз екеніңіз тағы да бір рет жазылып тұр. Енді осы жерден біз жаңа жеке сот орындаушысының электронный почтасына атқарушылық жазбаны алу үшін өзіміздің арызымызды, яғни өтінішімізді жіберетін боламыз. Кез келген электронный почта арқылы кіріп, жаңағы жеке сот орындаушысына арызды жібереміз. Арызды жібермес бұрын оны әркім өзінің данныйына қарай дайын мендегі шаблонды алып өзгертіп жіберсе болады. Қазір қай жерлерін өзгерту керек екенін толыққанды көрсетіп өтемін. Енді мұнда ашық көрсетілмейді. Біріншісінде міне Түркістан облысы деп осылай, яғни жеке сот орындаушысының ауданы, яғни қай округке қатысты екені жазылады. Төменгі жағында мынау жеке сот орындаушысының аты жөні жазылады. Азамат, азаматша деген жерде жаңағы арест қойылған адамның аты жөні жазылады. Төменгі жағында сол адамның иіні және одан төменгі жағында мекен жайын жазасыздар және телефон номерін толыққанды. Яғни әркім өзінің данныйына байланысты өзгертіп жазатын болады. Және арыз дегеннен кейін абзацтан басталған жерде жаңағы арест қойылған адамның аты жөнін ғана өзгертесіздер. Мына бірінші абзацта мінекей осы жерде арест қойылған адамның аты жөнін ғана әркім өзінікіне сай өзгертеді. Және ең соңғы қатарда бізде мына жерде әркім өзінің электронный почтасын жазатын болады. Бұл электронды почта міндетті түрде жұмыс жасап тұрған электронный почта болу керек, өйткені сізге атқарушылық жазбаны жіберген кезде осы почтаға жіберетін болады. Және төменгі жағында осы арызды жазып жатқан күніңіз және ортадағы бос орынға қол қоясыз. Және қолыңыздан кейін әркім өзінің аты жөнін жазады. Мына жерде арест қойылған адамның аты жөнін жазылады. Ортаға қолыңызды қоясыз да осыны PDF-ке айналдырып, PDF форматқа, мынау қазір Word форматта тұр, оны PDF-ке айналдырасыз. Оны кез келген Google-ға жазсаңыздар, Word PDF деп жазсаңыздар шыға келеді. Осылай міне PDF-ке айналдырып, төменгі жағында қолыңызды қойып, оның төменгі жағына осылай удостоверениеңізді бірге бекітіп, жаңағы жеке сот орындаушының осы электронный почтасына осы арызды тіркеп жіберетін боламыз. Тема деген жерге менің өтінішімді қарауыңызды сұраймын деп және де жеке куәлігім ішінде біріктіріп жіберілген деген сияқты жазасыздар. Міне менің өтінішімді қарауды сұраймын, жеке куәлікпен бірге деп жазып қойдым.
және загрузки деген жерден мен жаңағы PDF-ке айналдырған бірге удостоверениемен бірге бекіткен арызымды осылай жіберетін боламын. Осы процесс арқылы мен өз арестімді шешкенмін, сондықтан мен толыққанды соны видеоға түсіргенмін. Бірден көрсетіп өтейін. Қазір енді осы жеке сот орындаушысынан маған атқарушылық жазба келеді. Мінекей, входящийге кіремін, жаңағы почтаға, электронный почтаға, өзіміз тіркеген электронный почтаға. Мінекей, бірінші болып тұр. Осы жерде жеке сот орындаушысынан маған хат келіп тұр. Осы хатта атқарушылық жазба көрсетілген. Осы жерден бізге керектісі не нәрсе? Бұл жерден біз ең бірінші нотариустың аты жөні қажет болады. Соны Google-ға тереміз. Және сол нотариустың бүкіл данныйларын сол жерден алатын боламыз. Және осы нотариуске біз қарсылық жазатын боламыз. Сол қарсылық арқылы біз өзіміздің арестімізді шешетін боламыз. Мінекей, Google-ға жазамын. Жаңағы нотариустың аты жөнін. Мына жерде сіздерге толыққанды көрсете алмаймын. Мінекей, осында аты жөнін жазып жатырмын. Және поискті басқан кезде, егер сол нотариус лицензиясы әлі бар болатын болса, онда ол шығу тиіс болады. Мінекей, осы жерде бізге оның электронный почтасы мен номері шығып тұрады. Сол электронный почтасына біз енді нотариусқа қарсылық жазатын боламыз. Яғни арестімізді шешу үшін. Мінекей, мынадай дайын шаблон бар, нотариусқа қарсылық деген. Осыны аламыз да, оның да керекті жерлерін ғана әркім өзіне қатысты өзгертіп алсам болады. Осы шаблон бойынша, осы шаблондарды алғыларыңыз келсе, төменгі жақта сіздерге сілтеме қалдырамын. Сол сілтеме арқылы алуларыңызға болады. Мінекей, осы дайын шаблон, бұны мен өзім толтырып қойғанмын. Керекті жерлерін өзгерткенмін. Және де осылай мінекей Word-ты PDF-ке айналдырып, және оған қоса удостоверениемді бірге тіркеп, тура жаңағы жеке сот орындаушысына қалай жібердік, дәл солай. Мінекей, мына жерде PDF-ке айналдырып алдым. Одан кейін ол PDF-ті қайтадан удостоверениемен біріктірдім. Осы программамен өзімен ақ біріктіре беруге болады. Жоғары жағында міне жоғары жағында әртүрлі батырмаларда міне бірінші объединить PDF деген тұр, анау. Соны бассаңыздар, осы арызбен удостоверениені бірге біріктіріп жіберуге болады. Міне объединить PDF дедім. Енді осыны өзіме жүктеп аламын да жаңағы нотариустың электронный почтасына жіберетін боламын. Ол нотариусқа жіберілгеннен кейін 3 рабочий күннің ішінде маған қайтадан жауап келу керек болады. Мінекей, бірінші жаңағы удостоверениемді және де арызымды осылай бірге жүктеп жібердім. Енді одан да келген толыққанды көрсете салайын. Мінекей, мына жерде бізде жібергеннен кейін 3 рабочий күннен кейін бізге ответ келетін туралы, жауап келетін туралы толыққанды жазылып тұр. Ол процесті де толыққанды мен сіздерге көрсетіп өтемін. Дәл қазір видеоның жалғасын осы жерден жалғастыратын боламын. Қайтадан электронный почтаға кіреміз. Мінекей, входящийге кірген кезде осы нотариустен бізге хабарлама келді. Мінекей, отменено деп келіп тұр. Кірген кезде ішін ашып қарайсыздар. Жоғары жағында бірінші шапкасынан ақ түсінуге болады. Осы жерде мінекей, постановление об отмене исполнительной надписи деп тұр. Енді осы қағазды өзіме жүктеп алып, қайтадан бірінші жазған жеке сот орындаушысыға осы қағазды жіберетін боламын. Яғни арестіңіз шешілсін деген шешімді бастапқыдағы жеке сот орындаушыға жіберетін боламыз. Сол бір күннің ішінде сізге осы шешімнің негізінде сіздің арестіңізді шешіп беруге тиіс болады. Мінекей, арестімді шешіп беруіңізді сұраймын, жеке куәлікпен деп бірге жазып жібердім. Отправить етіп жіберемін. Болды. Осылайша нотариус арқылы қойылған арестің қалай шешілгенін басынан аяқ сіздер көрдіңіздер. Бұның барлығы шынайы түрде, яғни біреудің арестін шешкен видео болып саналады. Осы видео арқылы мен сіздерге қалай шешу керектігін емес, өзімдікін қалай шешкенімді толыққанды көрсеттім. Сіздер де өздеріңізге қойылған, именно нотариус арқылы қойылған арест болатын болса,
тура осы видеодағыдай іс-әрекеттер арқылы бар жоғы 2-ақ арыздың арқасында өз аресттеріңізді шешіп алуларыңызға болады. Ал енді осы видеода қолданылған арыз шаблондардың Word нұсқасын алғыңыз келсе, төменге сілтеме қалдырып кететін боламын. Сол арқылы дайын шаблондарды қалай алуға болатынын біле аласыздар. Бұл видеоны мен өз арнама екінші рет салғалы жатырмын, өйткені бұған дейін салғанымда YouTube-тың правилаларына қатысты кейбір данныйларды анық көрсетіп қойғаныма байланысты видеоларды блокқа салды. Оған дейін көрген қаншама осы арнаның оқырмандары тура осы видеоның көмегімен осыны қайталай отырып өз аресттерін шешіп алған болатын. Сіздер де таныстарыңызға, яғни арест қойылған, аресті бар, арестін шеше алмай жүрген таныстарыңыз болса, осы видеоны WhatsApp желісі арқылы бөлісіп қоюларыңызға болады. Және де осы видео сіздерге пайдалы болған болса, онда міндетті түрде астына комментарий қалдырып, осы арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.